Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дара KZ. Бүгін мен сіздерге тағы бір жаңашыл заманауи бағдарламаны көрсеткім келіп отыр. Мүмкін кәделеріңізге жарап қалар. Бұл бағдарламаның аты Go Formative деп аталады. Яғни Google арқылы жұмыс жасайтын бағдарлама. Осы бағдарламаны көру үшін жаңағы біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы Go Formative бағдарламасында сіздер түрлі тапсырмалар құрастыра аласыздар. Мысалы, атап айтатын болсақ, оқушыларға эссе жаздыруға болады, сурет салдыруға болады, екі дұрыс жауап немесе бір дұрыс жауапты тест дайындауға болады. Сонымен қатар дұрыс немесе бұрыс және математика, алгебра пәндеріне қатысты тапсырмалар құрастыруға болады. Ендеше бастайық. Ең алдымен сіздер Google поиске немесе Яндекс поиске Go Formative деп жазасыздар. Go Formative деп жазғанда бірінші болып сіздерге goformative.com деп шығады сайт. Сол сайтқа кіреміз. Кірген кезде сіздер тіркелулеріңіз қажет. Ең алдымен мен логин дегенді таңдаймын. Логин дегенді таңдаған кезде Google арқылы кіруге болады. Немесе email почталарыңызда жазуларыңызға болады. Логин деген таңдап, өзімнің Google аккаунтым арқылы кіремін. Міне бізде жаңағы бағдарлама ашылды. Осыға дейін мен жаңағы көптеген тапсырмалар құрастырдым. Бұл жерде жазылып тұр. Ең алдымен сіздерге тапсырма құрастыруды көрсетейін, одан кейін оқушылардың жұмыс жасауы, олардың жұмыс жасағанын тексеру барлығын көрсететін боламын. Ең алдымен тапсырма құрастыру үшін жоғарыдағы батырма Formative дегеннің астында New Formative деп тұр. Осы батырманы басамыз. Онда сіздер тақырыптарыңызды жазуларыңызға болады. Мысалы, тақырыпты мысал ретінде Абай Құнанбайұлы деп қояйын. Енді тапсырма құрастыру үшін бірінші мына батырманы басамыз. Міне мұнда көптеген тапсырмалар бар. Сұрақтардың түрлері, қандай тапсырма құрастыруға болады, барлығын осы жерден қарай аласыздар. Мен өзім қолданып жүрген тапсырмаларды сіздерге көрсеткім келіп отыр. Ең алдымен сіздерге мына тапсырманы көрсетейін. Мынау multiple choice деген таңдайық. Мұнда сіз сұрағыңызды жазуыңыз қажет. Мысалы, Абай Құнанбайұлы кім? Мынау төмендегі add option деген басқанда сіздерге келесі сұрақтар қоюға болады. Міне. Мысалы, бірінші сұраққа ұлы ақын. Дұрыс жауап беруге ұлы ақын. Екінші сұраққа ғалым, жазушы, қоғам қайраткері және мысалы суретші. Енді дұрыс жауапты таңдауымыз қажет. Ұлы ақын дұрыс жауапты таңдадық. Мына жерде тағы бір ескертетін жағдай. Абай Құнанбайұлы кім дегеннің қасына мына плюс батырмасын басқанда видео қоса аласыздар, аудио немесе смайлик қосуларыңызға болады, немесе арнайы бір файл. Мысалы, имидж, яғни фото нетулеріңізге болады, қосуларыңызға болады. Ол үшін мына жерге сайтты жазуларыңызға болады, немесе өздеріңіздің компьютерлеріңіздегі бар суретті қоса аласыздар. Міне осылай рабочий столға қойсаңыздар, суреттеріңізді осы жерден таңдап ала аласыздар. Мысалы, мен бір сурет қоя салайын, мысал ретінде. Мысал ретінде қойып жатырмын әріптестер. Мысалы, осылай сурет қоюға болады. Өшіріп тастай салайын. Ұлы ақын, және бұл ұлы ақын жауаптарын және де арнайы суреттер қоя аласыздар. Мысалы, жазу ғана жазбай, тек сурет қоюға болады. Келесі, қайтадан мына батырманы басамыз. Келесі сұрақты дайындаймыз. Мысалы, мынаны таңдап көрейік. Бұл жерге де сұрақты дайындап аламыз алдымен. Абай Құнанбайұлы қай? Мысал ретінде қандай сұрақ, мысалы, қай жерде дүниеге келді? Мұнда дұрыс екі жауапты таңдауға болады. Мынау төмендегі add option дегенді бассаңыздар, келесі сұрақты қоса аласыздар, келесі жауапты. Мысалы, мына жерге мен просто 1, 2 деп қоя салайын, уақыт ұтпай, сіздерге түсінікті болса болды. Мысалы, мұнда директ екі жауап дұрыс, мысал ретінде айтып жатырмын. Бірінші А жауабы және мынау ең соңғы жауап дұрыс болса, осылай галочка белгілеп шығасыздар. Немесе бірінші және екіншісі дұрыс болса, осылай белгілеулеріңізге болады. Мұнда даже 3 жауап белгілеуге болады, 4 жауап, 5 жауап белгілеуге әбден болады. Мысалы, 1 мен 4 жауап дұрыс деп мен белгілеп қояйын, және 5-шісі 3 жауап дұрыс. Келесі сұрақты құрастырып көрейік. Ол үшін қайтадан мына батырманы басамыз. Және мынаны таңдап көреміз. Файл, response дегенді. Яғни оқушылар мұнда файл енгізе алады, Word файлды. Мысалы, сіз оқушыларға эссе жазуға тапсырма беруіңізге болады. Немесе болашақтағы Қазақстанды қалай көресің, немесе жаңашыл мектеп дегенді қалай түсінесің, және басқа да түрлі тапсырмалар бере аласыз. Және оқушылар ол сұрақтарға өз ойын жаңағы Word файл бар ғой, сонда жазады да, осында тіркей алады. Бұл жерге мысалы эссе жазу деп қояйық. Оқушылар өздері эссені жазып тіркей алады, оны көрсететін боламын. Ары қарай кеттік. Ол үшін қайтадан плюс батырмасын басамыз. Енді келесі тапсырманы осы show you work дегенді таңдаймыз. Ал бұл жерде оқушы белгілі бір сурет салу керек, тақырыбыңызға қатысты. Мысалы, сурет салдыруыңызға болады. Егер керек емес болса, онда мүлдем салдырмай қоюыңызға болады. Мысал ретінде кітаптың суретін сал. Мысалы, мына батырманы басамыз. Оқушыны карандаштың үстін басып, сурет салады. Мысалы, былай салу керек.
дұрыстап салады, әдемі қылып өшіретін өшіргіші бар, мұнда жазуға болады, өшіріп тастауға, қиып тастауға болады, сурет қоса алады өзі. Текст басқанда былай жазулар жаза алады. Мысалы осылай қойып қойып, жазып осылай қалдыруына болады. Мына батырманы басамыз. Мысал ретінде салып қойдым мен. Келесі сұрақты енгізу үшін плюс батырмасын басамыз. True or false дегенді таңдаймыз. Мында дұрыс жауап немесе бұрыс жауап. Мысалы Абай Құнанбаев. True дұрыс, false дұрыс емес. Әрине жауап true болады, сондықтан осылай қалдырамыз. Міне бізде сұрақтар дайын. Енді біз мынау обратно батырмасын басамыз, кері қайтуымыз керек, мына стрелканы басамыз. Құнанбайұлы деген жандағы. Одан кейін жоғарыда формативтің жанында classes деген тұр. Classesті таңдаймыз. Енгізген сыныптар мұнда. Ал біз U classes деген таңдап көрейік. Сыныбымызды жазамыз, 8-ші. Бұл сынып мысалы. Түсін таңдаймыз. Мұнда бір цифр жазу керек, екі санды мысалы 08. 8-ші сынып деген таңдаймыз. Subject, яғни пәніңіз. Мұнда қазақ тілі жоқ болғандықтан мен биология, математика, экономика барлығы бар. Ағылшын тілі. Ал мен мұнда education деген таңдаймын және сохранить етемін. Міне бізде сынып бастырылып жатыр. Сол сыныпқа қазір оқушыларды енгіземіз. Қазір. Міне бізде дайын сынып. Енді оқушыны енгізу үшін 0 студентсің жөніндегі плюс батырмасын басамыз. Мұнда оқушыларды енгізіп шығуымыз қажет. Так, оқушыны енгізу үшін плюс батырмасын басып, мұнда оқушылардың аты жөнін жазасыз және логин паролін жазу керек. Жазайық, мысалы Молдағазы Арман. Бұл баланың біз жаңағы несін жазуымыз керек, логин. Мысалы email.ru. Осылай қарай оқушының жаңағы паролін жазаласыздар, 1, 2, 3, 4, 5 мысалы. Тағы да басқа да оқушыларды енгізсеңіздер, логин паролін жазасыздар. Add student дегенді таңдаймыз. email.ru. Және мұндағы ссылканы ұмытпай копировать етіп алуымыз керек. Копировать етеміз. Және осы ссылканы оқушыларыңызға жібере аласыздар. Оқушыларға жіберген кезде, осы ссылканы басқанда оқушылар, міне бас көрсетейін. Оқушылар автоматты түрде осы Google-ға кіреді. Содан кейін, міне кірген кезде мұнда код жазу керек деп, міне код. Ол код, мынау код. Яғни осы копировать етіп оқушыларға жіберуіміз керек. Осы кодты жазасыздар оқушылар мұнда. Жазған кезде сіздер кіре аласыздар деп. Мен мұғалім болғандықтан, мен кіре алмаймын оқушылардың атынан. Сізге оқушы тапсырады дегендей мұнда. А оқушылар осылай жазса кодты, оқушылар автоматты түрде кіре алады. Оны қазір телефоннан көрсететін боламын. Міне бізде оқушылар енгізілді. Ары қарай қайтадан формативке кіреміз. Абай Құнанбайұлы деген таңдаймыз. Жоғарыда бізде edit деген қасында екінші батырманы басамыз. Осы Абай Құнанбайұлы деген тақырыпты қай сыныпқа енгізетінімізді таңдауымыз қажет. 8-ші Б сыныбына енгіземіз. 8-ші Б сыныбына міне кірді. Жаңағы біздің мынау ссылканы оқушыларға жібере аласыздар. WhatsApp арқылы жіберуге болады. Мен осы ссылканы жазып көрейін. Оқушылар кіреді, содан кейін кодты жазу қажет. Міне оқушылар жұмыс жасағаннан кейін мұнда оқушылардың жұмысының барлығы шығып тұрады. Бізде дайын. Жаңағы оқушыны сақтамаппын атын. Молдағазы деп жаздым да, сохранить дегенді дұрыс баспадым. Поштасын жазамыз. 55 email.ru. Және мұнда паспорт. Енді қазір оқушы қалай кіретіндігін көрсететін боламын. Жаңа мені осы батырманы басып кіріп көреміз. WhatsApp арқылы жіберіп қойдым. Осы ссылкаға кіремін. Міне жаңаға кодты жазуымыз керек енді. Мысалы, менде кодта жазып тұр. QZ GUZS. Так, мысалы Дара KZ менің өзімнің аккаунтым арқылы кіру керек па, немесе создать аккаунт. Оқушылардың барлығында қазір Google аккаунт бар. Сондықтан ондай проблема жоқ деп ойлаймын оқушыларда. Оқушылар Google арқылы автоматты түрде кіре алады. Менде бір ғана аккаунт екен Дара, енді мен қазір оқушының атынан кіре аламын ба білмеймін. Міне уже занят деп бір өкінішке орай. Ендеше мен қазір көреміз. Өзімнің почтам арқылы кіріп көрейін. Так.
міне бізде кірді. міне ашылғанда автоматты түрде Абай Құнанбайұлы деп тұр. Абай Құнанбайұлы дегенді таңдаймыз. міне бірінші сұрақ: Абай Құнанбайұлы кім? Ұлы ақын. Абай Құнанбайұлы қай жерде дүниеге келді? Қателеспесем біз 1 деп жауап бердік, 4, 5 деп жауап бердік. Эссе жазу. Загрузить ответ в виде файла. Міне оқушылар файл таңдайды. Олар алдымен жазып алады ғой эссені. Содан кейін сол файлды өздерінің телефондарынан тауып алады. Мысалы, мои файлдың ішінде болады документы, мысал ретінде бір мен аласлайын. Міне загрузить етіледі файл. Кітаптың суретін сал, показывать свою работу. Міне оқушы бұл жерде сурет салуы қажет. Қарындаштың суретін басады, дәл солай өзі сурет салады. Және текст деген жоғарыда батырманы таңдап жазады. Абай Құнанбайұлы. Сурет салынды. Абай Құнанбаев ұлы ақын. True, false екеуін біреуін таңдау керек. Түрі дұрыс, false дұрыс емес. Мысал ретінде біз false дегенді таңдап көрейік. Міне жауапты береміз. Вы хотите отправить свои ответы? Submit дегенді басамыз. Выйти из задания. Отправлено. Оқушының жауабы жіберілді. Енді біз тексереміз жұмысын оқушының. Міне әріптестер, енді оқушының жұмысын тексеру үшін жоғарыдағы форматив класses және трекер дегенді басамыз. Міне оқушының аты dara.kz деп тұр. Өйткені жаңа солай неймді жазып кіріп кеттім. Міне жалпы оқушы 5 сұрақ болды оқушыда, 4-еуіне дұрыс жауап беріпті. Мысалы, бірінші сұрақ: Абай Құнанбайұлы кім? Міне біздегі сұрақтар, қараңыздар. Барлығына дұрыс жауап берген, бірінші, екінші, үшінші, төртінші сұрақтарға дұрыс жауап берген және 5-ші сұраққа дұрыс жауап бермеген. Жаңа біз қате қылып жасап көрдік. Сол кезде осылай шығып тұр. Ары қарай трекер тағы да түсінікті болу үшін. Абай Құнанбайұлы қай жерде дүниеге келді? Міне 1 балдан 1 балл. 1 балдан 1 балл алып отыр оқушы, дұрыс жауап берген. Мұнда эссе жазу біз мысал ретінде бір файл енгіздік, 1 балл алып отыр оқушы. Оны сіз өзіңіз жазасыз, мұнда ашып көресіз, файл дұрыс болса 5 балл, 0 балл қоясыз, дұрыс емес болса, ал дұрыс болса 1 балл қоясыз. Кітаптың суретін сал, мұнда да сіз өзіңіз баға бересіз. 0 деуіңізге болады. Оқушы кітаптың суретін салған, мысалы 1 деп баға беремін. Ал міне Абай Құнанбайұлы ақын деген кезде оқушы дұрыс жауап бермеген, false деп тұр. Оқушы дұрыс жауап бермегендіктен оған 0 деген баға қойылып тұр. Сонда 4 ұпай жинап тұр 5 ұпайдан. Міне Абай Құнанбайұлы деген үстін бассаңыз 2% шығап береді. Оқушы Дара деген оқушы 80%-ға дұрыс жауап берген. Тексеру үшін қызылдың үстін басасыз. Міне Абай Құнанбайұлы false деп жауап берген. Ары қарай мынаны жылжыта аласыз. 1 балл болу үшін. Түсінікті. 100% Абай Құнанбайұлы ұлы ақын деп жауап берді, 100 балл. Мынаны жылжыттық, бізде жасыл жанып тұр автоматты түрде көрдіңіз. Егер мынаны 0 дегенге қойып қойсаңыз, қызыл жанып тұрады. Сол 0.5 десеңіз, сары жанып тұрады. Біз 0 деп қоямыз, өйткені дұрыс жауап берген жоқ оқушы. Екінші сұрақ дәл солай. Абай Құнанбайұлы қай жерде дүниеге келді? 1, 4, 5 деген дұрыс жауап дедік. Оны біз былай дұрыс емес деп қойсақ, мысалы қызыл жанып тұрады. Дұрыс деп қоя аламыз. Міне әріптестер, осылай өте қызықты бағдарламада жұмыс жасауға болады. Мына оқушының жауаптарын тағы да былай көруге болады. dara.kz деген бассаңыз, оқушылардың жауаптары және бағалары шығып тұрады. Бұл бағдарламаны бір түсініп алсаңыздар, өте қызықты және тиімді. Оқушыларға тапсырма бердіңіз, оқушылар тез жұмыс жасайды және автоматты түрде барлығы осы экранда көріп тұрғандарыңызда тексеріліп береді. Мен мұнда бір ғана оқушыны көрсетіп отырмын сіздерге. Сіздер 10 оқушы қосуларыңызға болады, 20 оқушы қосуларыңызға болады. Міндетті түрде оқушыда, балада Google аккаунт болу керек. Қазір заман талабына сай барлық оқушыларда Google аккаунт бар. Google аккаунт деген не екенін оқушылар бізден де жақсы біледі. Сондықтан оқушылармен осындай интернет ресурстармен, жаңағы әлеуметтік бағдарламалармен жұмыс жасап көрейік. Кеше мен Тревенти деген бағдарламамен 6-шы сыныптармен жұмыс жасадым. Өте қызықты өтті. 10 сұрақ дайындап бардым. Оқушылар прямо ары қарай жалғастырайықшы, тағы да тест тапсырайықшы сол бағдарламамен деп қызығып отыр. Осы сияқты осы бағдарламаны көрсетсек, оқушылар да үйреніп алып ертең жұмыс жасайтын болады. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаны қолданып көріңіздер. Түсініксіз болса қайтадан қараңыздар. Үйреніп алсаңыздар өздеріңізге өте тиімді. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.